Қарбыз ең танымал және дәмді жазғы жемістердің бірі. Оны барлығы дерлік жақсы көреді. Қарбыз жеміс пе, көкөніс пе? Ең үлкен қарбыздың салмағы қанша және қарбыздың қандай пайдасы бар? Бұның бәрін біздің бейнеден білуге болады. Қарбыз бұл бір жылдық шөптесін өсімдік, өте ежелгі және бай тарихқа ие. Жемістің отаны оңтүстік Африка. Біздің дәуірімізге дейінгі 2-ші мыңжылдықта мысырлықтар қарбызды бірінші болып өсіре бастады. Қарбыз жинау туралы алғашқы жазбаша деректер шамамен 5000 жыл бұрын пайда болды. Египтологтар бұл жазбаны иероглифтер арасында тапты. Египеттен жеміс Рим империясына келді. Онда ол ежелгі державаның барлық бұрыштарында таралды. 10 ғасырда қытайлар қарбызбенен кездесті. Ал европалықтар ұмытылған қарбызды 11 ғасырда араб шығысынан кресшілер әкелген кезде қайта ашуға мәжбүр болды. Ал Ресейде ол тек 13 ғасырда пайда болды. 1000 жылдық тарихы бар қарбыз бірнеше ген өшіріп, 2 мутациядан аман қалды. Бастапқыда оның мәйегі шырынды, ақ, тәтті емес және сәл ащы дәмі болды. Қарбыз асқабақ тұқымдасына жатады және оның жемістері белгілі бір жидек дақылдарының ішіндегі ең үлкені болып саналады. Қарбызда сонымен қатар жидектің барлық белгілері бар екен. Бұл жұқа тері, шырынды мәйегі және ішіндегі тұқымдары. Қарбыз туралы бірнеше қызықты факт. 2005 жылы американдық Арканзас штатында әлемдегі ең ауыр қарбызды өсірген. Оның салмағы 121 килограмм 93 граммды құрады. Бұл жағдай Гиннестің рекордтар кітабына енгізілді. Сонымен қатар ең көп қарбыз Қытайда өсіріледі екен. Одан кейін ғана Қытайға қарағанда әлдеқайда аз мөлшерде Иран, Түркия, Үндістан, Бразилия, сондай Өзбекстан мен Ресейде өсіріледі. Қарбыздың құрамына күшті табиғи антиоксидант ликопин бар. Дәл осы ликопин арқасында қарбыз мәйегінің түсі қызыл болады. Қазір әлемде қарбыздың 1200-ден астам түрі өсіріледі. Қарбыздағы судың мөлшері қиярға қарағанда азырақ. Қиярдың 95% судан тұрса, ал қарбыздың құрамы 90% суды құрайды екен. Ең қымбат қарбыз түрі Дансуке қарбызы. Оның ішінде тұқымдары болмайды. Әрі қабығы өте қою түсті болған соң қара болып көрінеді. Селекционерлер қарбызды асқабақ пен будандастырып, нәтижесіне кавбуз деп аталатын жемістің жаңа түрі пайда болды. Дәмі бойынша кавбуздар кәдімгі қарбызға ұқсайды, бірақ олардың мәйегі қызыл емес, сарғыш болады, асқабақтікі сияқты. 3 тамыз халықаралық қарбыз күні болып саналады. Үлкен қарбыздардан басқа, бағбандар өте кішкентай қарбыз түрлерінде өсіреді. Мұндай сортты 1987 жылы голландтар өсірді. Одан кейін олар бүкіл әлемде тұқым сата бастады. Оңтүстік Америка мен Азияда ұзындығы небәрі 3 см қарбыз сатылады. Мұндай қарбыздардың мәйегі тәтті болмайды. Оның дәмі қиярға келеді. Мұндай қарбыздарды көбінде салаттар мен түрлі тағамдарға қосылады. Қарбыз қабығынан джемдер мен тосаптар жасалады. Сондай-ақ қарбыз қабықтарынан қиярды сияқты маринаттап банкіге жабады. Ливияда археологтар шамамен 7000 жылдық қарбыз тұқымдарын тапты. Бұл ежелгі уақытта адамдар бұл жемістерді өсіргенін көрсетеді. Қарбыздан нардек деп аталатын ерекше бал қайнатады. Бұл қарбыз шырыны қойланғаға дейін қайнату нәтижесіне пайда болады. 1 килограмм бал дайындау үшін шамамен 16 килограмм қарбыз мәйегі қажет. Мұндай өнімді шектеулі мөлшерде тұтыну керек. Өйткені оның құрамында қанттың өте жоғары концентрациясы бар, шамамен 60%-ді құрайды. Қарбыз сөзі қазақ тіліне парсы тілінен енген. Карпуз аудармасы қауын немесе үлкен қияр деген мағынаны білдіреді екен. Бұл этимология ежелгі Персияда үлкен ұзартылған қарбыз өсірілгендіктен түсіндіріледі. Қарбыз тек домалақ немесе сопақ түрінде ғана емес, текше түрінде де кездеседі екен. Бұндай қарбыз түрі Жапонияда бірінші болып өсірілді. Өнертабыс күнделікті өмірде ыңғайлы болады. 4 бұрышты қарбызды тоңазытқышқа қою оңай. Ол домалақ қарбызға қарағанда әлдеқайда аз орын алады. Селекционерлер сары және қызғылт сары мәйегі бар қарбыздардың бірнеше түрін өсірді.
Олардың дәмі әдеттегідей айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін. Жапонияда Хоккайдо аралына бірегей қара қарбыз өсіріледі. Мұнда ерекше қарбыздың жылына 10.000 данасы ғана жиналады. Мұндай жидектің қабығы өте қою түсті болады, жолақтары болмайды, ал майегі үгілгіш және іш жүзінде тұқымсыз болады. Қара қарбыз салмағы 11 келіге дейін өседі және жапондықтар үшін сәнді сыйлық болып саналады. Өйткені олардың бағасы шамамен $250 құрайды. Қарбыз 90% судан тұрады және құрамында H2O бар көптеген жемістер мен жидектерді басып озады. Мысалы, өрік құрамында 86% су, сәбізде 88%, көк жидекте 85%. Қарбыздың майегі тәтті және шырынды, ал қабығы пайдасыз болып саналады. Шын мәнінде барлық пайдалы заттар мен дәрумендер қарбыздың қабығына шоғырланған. Қытайда қарбыз қабығын бұқтыру, маринадтау және қуыру арқылы жасалған тағамдар жиі кездеседі. Қуырылған қарбыз тұқымдары да қарапайым тұқымдар сияқты пайдалы тағамдар қатарына кіреді. Егер сіз спорттық жаттығудан кейін бір стақан қарбыз шырынын ішсеңіз, бұлшық еттер онша ауырмайды. Қарбыздың құрамына қан қысымын реттейтін амин қышқылы цитруллин кіреді. Сонымен қатар, қарбыз шырыны бұлшық ет ақуыздарының көбеюіне ықпал етеді. Ұзындығы бойынша бұл өсімдіктің сабақтары 4 метрге дейін өсе алады. Қарбыз түрлеріне байланысты оның майегінің түсі ашық қызыл, қызғылт, ақ және сары болуы мүмкін. Біздің видеомыз ұнаса, бізге лайк қосып, жазылыңыздар достар. Келесі видеода кездескенше.